Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағзамызға өте пайдалы, жеңіл әрі дәруменге бай асқабақтың сорпасының рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен пияз қажет болады. Пиязымызды осылай 4 бұрышты көлемде турап аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де дәл осы ретпен оны да 4 бұрышты формада турап аламыз. Сонымен қатар картоп пен асқабағымызды да дәл видеода көріп отырғандарыңыздай оны да 4 бұрышты етіп барлығын біркелкі турап аламыз. Рецептің толық құрамы мен мөлшерін әдеттегідей описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қазанымызды отқа қойып, ішіне шамалы майымызды құйып, осылай майымыз қызған уақытта алдын ала турап алған пиязымызды салып, сары түске енгенше қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне турап алған сәбізімізді де салып, оны да біркелкі етіп жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала турап алған картопымызды сонымен қатар асқабағымызды да салып, осылай жай отта жақсылап қуырып аламыз. Жасалу жолы қызықтырса, комментарий бөліміне өтіп, өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Осылай барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін, қалауыңызша паприка және де дәміне қарай тұзымызды салып, араластырып аламыз. Одан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қайнатамыз. Суы шамалы бетінен асып тұратындай болу керек. Міне, біздің жарты сағат қайнаған сорпамыз дайын. Ендігі кезекте осылай ыстық күйінде блендеріміздің көмегімен біркелкі масса болғанша блендерлеп аламыз. Дәл осы дайын болған массамыздың үстінен алдын ала дайындап алған сливкиімізді құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан пайдалы асқабақ сорпасы дайын. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз.